Құрметті оқушылар, ұстаздар, бүгін біз 8-ші сыныпта тұздардың қасиеттері тақырыбын өтеміз. Басқа мектептер қосылмады ма? Жақсы, сонымен балалар, бүгін біздің сабақтың мақсаты тұздарды алудың әртүрлі әдістерін, сәйкес реакция теңдеулерін құрастыруды үйренеміз. Тұздардың қасиеттерін, жіктелуін біліп түсінеміз. Қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастырамыз. Сонымен үй тапсырмасын пысықтау мақсатында химиялық лото ойынын ойнасақ, формулалар берілген тұздардың аттарын атасаңдар балалар. 6 тұздың формуласы берілген, солардың аттарын атап шығайық. Біріншісі натрий барий Нитраты дұрыс айтады. Келесі бала басқа оқу. Қос тұз екінші. екіншісі калий алюминий сульфаты. Дұрыс, иә. Үшінші тұзымыз натрий гидрокарбонаты дұрыс айтады. Төртінші тұзымыз Алюминий хлориді. алюминий хлориді, иә. Және бесінші тұзымыз темірдің үш валентті иә. Гидроксы хлориді. Иә? Дауыс естілмей қалды. Және соңғы тұзымыз натрий сульфаты. натрий сульфаты. Өте жақсы. Балалар, бұл жерде әртүрлі тұздар берілген. Негізі сендер тұздардың жіктелуімен танысқансыңдар. Қайталау мақсатында тағы бір қарап шықсақ, тұздардың жіктелуімен тағы бір қайталап шықсақ, тұздар балалар негізі 4 топқа жіктеледі. Бірінші топ қалыпты немесе орта тұздар. Ажырату үшін, басқа тұздардан шатастырмау үшін бұл жерде қарайсыңдар. Егер тұздың құрамында тек қана металл атомдары қышқыл қалдығымен байланысып тұрса, ол орта тұз болады. Келесі топқа қарай, қышқылдық тұздар. Егер металдың қышқылдың құрамындағы сутек атомдары және металл атомдар қатарынан болса, яғни толығымен орын баспаса металл атомдары, онда бізде қышқыл тұздар болады. Негіздік тұздар дегеніміз, егер металл атоммен қатар қышқыл қалдығының құрамында гидроксил топтар тұрса, бұл негіздік тұздар болады. Қос тұздар дегеніміз, тұздың құрамында 2 немесе 3 түрлі металл болса, ол қос тұздарға жатады. Тұздарды алу әдістеріне тоқталып кетейік. Тұздарды алу үшін біз металдарды қышқылдармен әрекеттестіреміз, немесе сілтілерді қышқылдармен әрекеттестіреміз. Бірінші әдісте бізде орта тұздар алынып тұр. Себебі магний толығымен орын басты 2 сутек атом. Екіншісінде натрий H', 2 натрий толығымен 2 H'-ның орнына келді. Яғни орта тұздарды алу үшін біз металды қышқылмен немесе сілтіні қышқылмен әрекеттестіруіміз керек. Және жеткілікті мөлшерде болу керек. Артығымен болу керек. Металда, сілтіде. Екінші тәсілге қарайық. Екінші тәсілде қышқыл тұздар, қышқылдардың құрамындағы сутек атомдары металл атомдарына толық алмаспағанда түзіледі. Яғни, егер сендерде жеткіліксіз болса, мысалы 2 натрий болып тұр. Себебі бұл жерде натрий одан көп болу керек орта тұз түзілу үшін. Бірақ егер бізге қышқыл тұз қажет болса, металды жеткіліксіз мөлшерде аламыз. Екіншісінде де солаймын. Үшінші тәсілдегі 2 реакцияға назар аударайық. Негіздік тұздар, негіздердің құрамындағы гидроксил топтар толығымен қышқыл қалдықтарына алмаспағанда түзіледі. Яғни бұл жерде бізде негіз артық болып тұр, қышқыл жеткіліксіз болып тұр. Магний H2 плюс H хлор түзіледі, магний H хлор плюс H2O бірде-бір қатынас болып тұр. Ал шын мәнінде бұл жерде қышқыл 1-2 қатынас болса ғана орта тұз түзіледі. Бірақ үшінші тәсілде біз негіздік тұздардың түзілуін қарастырып тұрғандықтан
егер сендер бірде бір қатынаста магний H2 мен H хлордасаңдар, сендерде негіздік тұз түзіледі. Екіншісі реакциясында да солай. Алюминий H3 плюс H хлор, алюминий H2 хлор плюс H2O. Міне осы негізгі тәсілдер тұздарды алу әдістері. Келесі балалар, тұздардың химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Үлгеріп отырмыз ба? Асығып кеткен жоқпын ба мен? Үлгеріп отырмын. Жазып үлгердім екен, мен келесі нені қосып жүрдім, слайдты. Так. Балалар, қарайық тұздардың химиялық қасиеттеріне. Тұздар 6 түрлі химиялық реакцияға қатыса алады. Бірінші қасиеті, тұздар металдармен әрекеттеседі. Тұздар ерітінділері металдармен әрекеттеседі. Мысалы, купрум СО4 плюс феррум түзіледі феррум СО4 плюс купрум. Бұл жерде ерітіндінің түсі өзгереді. Мыс сульфатының, эквивалентті мыс сульфатының ерітіндісінің түсі көгілдір түсті. Ал бұл жерде феррум СО4-тің ерітіндісі жасылдау түс болады да, мыс қызыл болып түбіне тұнады. Бұл реакция жүру үшін бос күйіндегі металл, мына белсенділік қатарын көрсетіп тұрмын. Бос күйіндегі металл тұздың құрамындағы металдан бұрын орналасу керек. Яғни, мына белсенділік қатарына назар аударайық балалар. Мысалы, мына белсенділік қатарында тұрған кез келген металл өзінен кейін тұрған металды тұзынан ығыстыра алады. Бірақ керісінше емес. Мысалы, орта тұстағы металдарға қарайық. Белсенділік орташа металдар. Мырыш өзінен кейін тұрған барлық металдарды ығыстыра алады. Бірақ мырыштан кейін тұрған, мысалы ретінде темір, мырышты ығыстыра алмайды. Осы ережені жақсылап сақтап алсаңдар жақсы болар еді балалар. Ең маңызды қасиеттерінің бірі тұздардың. Келесі міне осы бірінші химиялық қасиетіне негізделген екінші реакция теңдеуіне қарайық. Мырыш мысты ығыстыра алды. Себебі бос күйіндегі металл мырыш, тұздың құрамындағы металл мыстан бұрын тұр. Үшінші теңдеуге қарайық. Цинк СО4 плюс купрум реакция жүрмейді, яғни әрекеттеспейді. Себебі мыс цинктан кейін тұр. Сондықтан реакция жүрмейді. Екінші химиялық қасиетіне тоқталатын болса, тұздар қышқылдармен әрекеттеседі. Бірақ барлығы емес балалар. Мысалы, бұл жерде кальций СО3 плюс H хлор түзіледі. Кальций хлорика плюс H2 СО3. H2 СО3 деп жазбаймыз, балалар. Біз оның орнына H2 плюс СО2 газ деп жазамыз. Назар аударайық суретке. Бұл суретте бізде сынауыққа қатты күйдегі ас тұзын саламыз. Үстінен концентрі тұз қышқылын құямыз. Сонда хлор сутек бөлінеді. Ол екінші сынауықтағы суға жинақталады. Яғни тұз қышқылының ерітіндісі түзіледі. Оны индикатормен тексеріп алуға болады. Лакмус қызарады, мысалы, метил оранжда қызғылт түске өзгереді. Яғни қышқыл түзіліп жатқанының белгісін көрсете алады. Осы екінші химиялық қасиетке тоқталатын болсақ, бұл реакциялар әрқашан жүре бермейді дедім. Ол үшін тұздың құрамындағы қышқыл әлсіз болу керек. Бос күйіндегі қышқылдан. Өзі балалар күшті қышқылды білесіңдер сендер 8-ші сыныптан. Ол H хлор, H2 СО4, HNO3. H2 СО4 H хлордан да күшті, сондықтан ол ығыстырып жатыр H хлорды тұз ерітіндісінен. Ал бірінші реакцияда H2 СО3 бұл өте әлсіз қышқыл, тұз қышқылы оны ығыстыра алады. Сондықтан ол бөлінеді. Бірақ егер сендер керісінше, мысалы, екінші реакцияда натрий хлорға H2 СО3-ті қоссаңдар, H2O мен СО2, реакция жүрмейді. Әлсіз қышқылдар, күшті қышқылдарды тұздарынан ығыстыра алмайды. Бұл жерде қышқыл күшті қышқыл болу керек. Үшінші химиялық қасиеті тұздар сілтілермен әрекеттеседі. Тұз ерітіндісі плюс сілті ерітіндісі бізде суда ерімейтін негіз түзіледі және ерімтал тұз түзіледі. Бұл реакцияда әрқашан жүре бермейді балалар. Бұл реакция жүру үшін тұздың құрамындағы металл, мысалы купрум, ерімейтін негіз түзетін болу керек. Купрум H2.
Немесе тұздың құрамында феррум болуға болады, алюминий. Жалпы ерімейтін негіздердің саны көп. Алюминий H3, цинк H2, купрум H2, феррум H2 дегендей сол металдардың тұздары болу керек. Егер балалар бұл жерге сендер, мысалы, калий 2S4 плюс натрий OH десеңдер, реакция жүрмейді. Себебі калий 2S4 тұздың құрамындағы металл, белсенді металл. Ондай металдар болмау керек тұздың құрамында. Себеп сендерде онда калий OH пен натрий 2S4 түзілу керек қой. Калий OH-ты, яғни сілтілерді бұндай тәсілмен ала алмайсыздар. Так, келесі төртінші химиялық қасиетіне тоқталайық. Төртінші химиялық қасиетінде тұздармен әрекеттеседі. Екі ерімтал тұз өзара әрекеттеседі. Егер түзілген екі тұздың біреуі тұнбаға түсетін болса ғана. Осы ереже сақталса, осы ереже, реакция жүреді. Ереже сақталмаса, реакция жүрмейді. Сонымен қарайық, я? Натрий хлор плюс арген төмен OH. Натрий хлор да ериді, арген төмен OH ериді. Түзіледі натрий OH, нитраттардың барлығы ериді, күміс хлориді тұнбаға түседі. Бұл реакцияның типі алмасу. Біріншіден, бұл реакция жүреді неге? Реакцияға қатысатын екі тұздың екеуі де ериді. Және де түзілген екі тұздың біреуі күміс хлориді тұнбаға түсті. Сондықтан бұл реакция жүреді. Мына суреттерге назар аударайық. Барий хлорекке натрий сульфатын қоссаңдар да сендерде балалар реакция жүреді. Себебі барий SO4 тұнбаға түседі. Екінші суретте жаңағы мен көрсеткен реакция теңдеуінің суреті көрсетіліп тұр. Арген төмен OH-қа натрий хлорды қосады, тұнба түзіледі, алмасу реакциясы жүреді. Балалар, ережесі түсінікті ма? Тұздармен әрекеттеседі, тек қана екі жағдай сақталса. Егер бастапқы екі тұздың, яғни бастапқы екі тұзда еритін болса, екінші жағдай түзілген екі жаңа тұздың біреуі тұнбаға түсетін болса. Ал басқа жағдайда балалар сендерде реакция жүрмейді. Так, бесінші химиялық қасиеті балалар, тұздар қыздырғанда ыдырайды. Барлық тұздар емес, әрине, ыдырайтын тұздар ғана қыздырғанда айырылуы мүмкін. Кальций сульфатын қыздырғанда ол екі оксидке ыдырайды. Кальций О плюс силициум О2. Дәл осылай бұл жерде кальций карбонаты да ыдырай алады. Кальций СО3, ыдырат көріңдерші балалар өздерін. Кальций СО3 әктас немесе мелдің формуласы айырылады. Қандай оксидтерге айырылады? Осыған ұқсайды. Жаза қойыңдар. Кальций оксиді көмірқышқылдарды. Дұрыс, өте жақсы. Жалпы балалар карбонаттардың көпшілігі айырылады. Ал бұл жерде біз силикатты алып тұрмыз. Кальций О плюс силициум О2. Силициум О2 білеміз, бұл құмның формуласы. Ол ұшқыш емес. Бұл жерде ол қатты зат болып түзіледі. Жақсы, енді сабағымызды жалғастырсақ, бізде бірінші тапсырма бұл жерде реакцияларды аяқтау керек. Жаңағы Әмет мұғалім айтып кеткендей, тұздардың қасиеттеріне берілген. Осылар дәптерлеріне жазып орындасаңдар. Яғни бірінші тұздардың металдармен әрекеттесуі, қышқылдармен әрекеттесуі, тұздардың сілтілермен әрекеттесуі және тұздардың өзара әрекеттесуіне реакция теңдеулерін аяқтау керек. Аяқтадық па? Бірінші реакцияны қайтады. Тұздардың металдармен әрекеттесуінде купрум хлор2 плюс темір не түзіледі? Феррум хлор2 сосын
Аха, жақсы, дұрыс, рахмет. Екінші, қышқылдармен әрекеттесуінде натрий хлор плюс концентрлі күкірт қышқылы не түзіледі? Натрий СО. Натрий СО4 сосын аха, H-хлор. Енді нелері? Коэффициенттермен бірге айтыңдар. Натрий хлордың алдында 2, сосын аха, 2 H-хлор, жақсы. Үшіншісін болдық па? Сілтілермен әрекеттесуі барий хлор 2 плюс натрий OH не түзіледі? OH2. Аха, жақсы. Барий OH2 плюс 2 натрий хлор. Төртіншісінде тұздардың өзара әрекеттесуі не түзеді? Калий хлор плюс аргентум NO3. Аха. NO3. Аха, жақсы. Аргентум хлориді және калий нитрат түзіледі. Енді дұрыс несін көрейік тапсырмаңыз. Қараңдар, жазғандарымен өздерін салыстырайық. Сізде дұрыс па? Сосын? Аха, төртіншісі дұрыс екен, жақсы, рахмет. Енді келесі тапсырманы тапсырма көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп қапты. Аха, жақсы. Бұл жерден істейміз металдар мен қышқылдардан тұздың қандай формуласы шығады? Соны салыстыруымыз керек. Яғни, бірінші бағанда сендерде металдар берілсе, үстіңгі жағында бізде қышқылдар. Яғни, біріншісінде сендерге дейін калийға H-хлорды қоссақ, не түзіледі? Соны мына жерге біз жазуымыз керек. Жақсы, басқа мектептер сіздерде қатысып отырсаңыздар, барлығын қазір мына жерге жазып, сосын дұрыстығын тексеретін боламыз. Әр мұғалім бұл жерде сізде барлық орта тұз деп шарт қоясыз ба қалай? Или балалардың өз еркі ба? Қышқыл тұз ба? Орта тұз ба? Орта тұз бар ғой. Барлық орта тұз болу керек. Кәрім мұғалім, бізде қазір 5 минуттан кейін зум аяқталады деп тұр. Бізде 8:55-те бастап жүрдік қой. Егер сіз үлгермесеңіз, қайтадан запуск жасаймыз, иә, зумға? Әзірше өткізе беріңіз. Біріншісінде балалар жаза береге, толтыра берейік. Біріншісінде калийға тұз қышқылын қосқаннан не түзіледі? Калий хлор түзіледі. Аха, жақсы. Енді калий хлорға HNO3-ті қоссақ ше? Калийға Аха, калий NO3, жақсы. Калийға көмір қышқыл қоссақ ше? H2CO3-ті. Калий 2CO3. Жақсы. Енді калийға H4-ті қоссақ не түзіледі? Қандай тұз түзіледі? Калий 3, калий 3, СО4 балалар шатаспаймыз. Қышқылдары тұр ғой ішінде. Келесі кальций. Кальцийға H-хлорды қоссақ не түзіледі? Кальций хлор 2 түзіледі. Кальцийға HNO3-ті қоссақ ше? Сосын? Аха, жақсы. Кальций NO3 2.
Жақсы. Кальцийға H2CO3-ті қоссақ ше не түзіледі? Кальций CO3. Дұрыстап айтайық қыздар. Кальций CO3. Жақсы. Соңғы. Кальцийға H2O4 қосқанда. Қайтадан айтып жүр. Жақсы. Кальций 3, PO4, 2. Алюминийға келейік. Алюминийға H хлорды қосқанда не түзіледі? Жақсы. Алюминий хлор 3. Алюминийға HNO3-ті қоссақ, қандай тұз түзіледі? Алюминий NO3. Жақсы. Үші еселенген болады. NO3. H2CO3-ті қоссақ, қандай тұз түзіледі? Алюминий NO3. Жазып көрейік. Алюминий 2. Енді алюминийға H3PO4-ті қосқанда қандай тұз түзіледі? Жақсы. Алюминий PO4. Енді осы дұрыс па қате ма тексеріп көруге. Жақсы, тапсырманы дұрыс орындадыңыздар. Рахмет. Жақсы. Келесі үшінші тапсырма бізде жақсы. Енді бұл тапсырманы бізде басқа мектептер орындаса, жақсы кетті. Қыздар дегеніміз не? 31, 32, 5-ші мектептер бар ма екен? Сол кісілер жауап берсе. Қыздар, мен сөйт. Қайтадан айтып жүрсеңіз. Жақсы. Қыздар, мен сұлу. Әрекет етеді. Бұл жерде дұрыс жауап қышқылдардағы сутек атомдары біртіндеп металл атомдарына немесе негіздердің құрамындағы гидроксотоптар біртіндеп қышқыл қалдықтарына ауысқанда түзілетін қосылыстар. Жақсы, дұрыс. Келесі сұрақ. Тұздардың жіктелуі. Қалай жіктеледі тұздар? Қышқылдық орта негіздік. Жақсы, қышқылдық орта негіздік болып үшке жіктеледі екен. Орта тұзды тап. Осының үшеуін орта тұзды табыңдар. Купрум хлор 2. Жақсы. Қышқылдық тұзды табыңдар. Басқа мектептер жауап бар ма сіздерде? Натрий H2PO4. Натрий H2PO4. Жақсы. Келесі сұрақ. Негіздік тұзды табайық. Магний. Хлорид. Дұрыс. Магний, OH, хлор. Келесі бізде натрий 2H2O4-тің атауын табу керек. Басқа мектептер жауап бар ма? Жауап жоқса өзіңізден қыздар айтайық жауап болса. Жақсы. Натрий гидрофосфаты. Бізден соңғы сұрақ. Тұзға қышқылды қоссақ, не түзіледі? Жақсы. Жаңа тұз бен жаңа қышқыл түзіледі. Жақсы, біз 7-нің 7 ұпайын жинаппыз. Рахмет. Енді біз сабағымызды қорытындыласақ, барлығымыз телефонымызды алсақ, кері байланыс ретінде телефонымызды алайық.
осы жерге иә мен сіздерге ссылкасын жіберемін. Қалғанымыз егер де QR кодпен кіре алатын болсақ, соны кірейік. Құралдыңдар ма балалар? Қосыла алдық па басқа мектептер? Мен сіздерге ссылкасын жібергем. Мұғалімдердің группасына сол жерден оқушыларға жіберсеңіздер. Сабақ ұнады деп біреу жазыпты. Сразу каз отырдым. Өз қабатына беріп, Иә. Бұл бізде кері байланыс, яғни бүгінгі сабақ туралы, бүгінгі сабақта қандай әсер алдыңыздар, сабақ ұнады ма, және өз ойыңызды жаза кетіңіздер. Ол жерге сіздер өз аттарыңызды жазасыздар. Сосын ары қарай комментарий жазасыздар, иә? Мен Майнкрафт тағы да балалар тек бір ғана оқушыдан кетті. Жақсы, рахмет, Айбар. Ұлдар, сендерде бар ма телефон? Аха, қазір QR-ды қайттан қосып жүрмін. Бұл жерге жазасың. Иә. Сауатты, қызықты және түсінікті болды. Рахмет, Гүлназ. Қалған 5-ші мектеп 31-32 сіздерде бар ма? Қосыла алдыңыздар ма? Мен ссылка жібердім. Орынбасар, рахмет. Қандай әсер алдыңыздар сабақтан? Соны да жаза кетіңіздер. Тағы да 1-2 жауап күтейік, сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Жақсы, рахмет оқушылар. Сонымен бүгінгі жыздар деген тақырыпта сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет. Іңкәр мұғалім, видео қосшы балалар, қара не болып тұр? Скрин жасауымыз керек. Балалардың видеосы қосылып тұр ғой. Камера қосу керек. Или шығып кетеді ма? Камера Бір-екеу қосса.